Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз роботтың қолының қозғалысы. Бүгінгі сабақта үйренетініміз роботтың орташа моторын қолдануды және оған программа жазуды үйренеміз. Балалар, роботтар туралы қандай әдеби шығармалар оқыдыңыздар? Роботтар туралы ең көп шығарма жазған жазушыларды білеміз бе? Роботты қозғалысқа келтіретін қандай моторлар бар? Есімізге түсірейік. Жақсы, балалар, Айзек Азимов атақты американдық фантаст жазушы. Ол 1939 жылы роботтар туралы Робби атты алғашқы әңгімесін жазды. Ал 1941 жылы Айзек Азимовтың адамның ойын оқи алатын робот туралы өтірікші әңгімесі жарық көрді. Жазушы ол әңгімесінде кейінірек ағылшын тілінен енген роботиш терминін алғаш рет пайдаланды. Бұл термин бүгінгі таңда роботтар туралы ғылым, робототехниканың атауына айналды. Төменгі сыныпта роботтың үлкен моторының қызметімен танысқанбыз, ол роботты қозғалту үшін қолданылатынын білдік. Роботтың қол тәрізді қызмет ететін тағы бір мотор бар. Ол орташа мотор деп аталады. Орташа мотор үлкен моторға қарағанда командаларға дәлірек және жылдам жауап беретін дәлдігі жоғары мотор. Мотордың бұл түрін билейтін робот жобасында роботтың қолы ретінде пайдаландық. Енді орташа мотордың жұмыс режиміндегі параметрлермен танысайық. Үлкен мотормен салыстырғанда орташа мотордың айналдыру қуаты 3 есе аз, есесіне айналу жылдамдығы 2 есе жоғары. Орташа мотордың 5 түрлі жұмыс режимі бар. Ол келесі бетте кестеде берілген. Орташа мотордың 5 түрлі жұмыс режимі. Бірінші режимі қосу. Оның параметрі мотордың жылдамдығы 50 бірлік. Екінші режимі өшіру. Қозғалысты тоқтатады. Секунд санымен қосу. Жылдамдығы 50 бірлік, 1 секунд қозғалысты тоқтату. Градус санымен қосу. Параметрлері жылдамдығы 50 бірлік, мотордың бірлігі 360 градусқа айналады, қозғалысты тоқтату. Соңғы режимі айналым санымен қосу. Оның параметрлері жылдамдығы 50 бірлік, айналым саны 1-ге тең, қозғалысты тоқтату. Мысалы, мына суреттегі жобаларда орташа мотор роботтың қолы ретінде қолданылған. Суретте орташа мотор қолданылған жобалар. Роботтың қарапайым қолы қалай құрастырылғанына қараймыз. Роботтың қолын тісті берліс үлгісімен құрастырайық. Бұл тетік жеңіл заттарды қысып көтеруге ыңғайлы. Кемшілігі мотор өшкенде затты босатып жібереді. Мына суреттерде роботтың қарапайым қолын құру. Базалық роботқа қолды біріктірген соң, ол адамның кейбір функцияларын толық орындайтын роботқа айналады. Енді осы роботқа программа құрудан бұрын, оның орындайтын жұмысын анықтап алуымыз керек. Ол үшін өзіміз күнделікті көріп жүрген адам немесе жануардың қызметін көз алдымызға елестетейік. Мысалы, бұл роботқа елгезек деп ат қояйық. Роботқа осындай ат берсек, онда сол атқа лайық қызмет атқаратын алгоритм құру оңай болады. Робот қолыңдағы затыңды алып, басқа жерге апаратын болсын. Енді осы тіл алғыш әрі жылдам роботтың сөзбен сипатталған алгоритмін құру қажет. Елгезек роботының алгоритмі. Бірінші, робот 2 айналым алға жүріп, тоқтайды. Екінші, қолын ашады. Үшінші, берген затты қолмен қысып ұстайды. Төртінші, кері қарай 2 айналым жүріп тоқтайды. Бесінші, қолын ашып, затты қажетті орынға қояды. Алтыншы,
артқа бір айналым шегініп, қолын қайта жинайды. Суретте елгезек роботының программасы. Біз құрастырған роботқа әзірге датчик орнатылмағандықтан, ол заттарды өздігінен таба алмайды. Енді тапсырмалар орындайық. 5-ші суреттегі елгезек роботының программасын талдаңдар. Әр блоктың қызметін анықтаңдар. Кестені пайдаланып, оның қолының параметрлерін түсіндіріңдер. 2-ші тапсырма. 6-шы суретте робот қолының 3 түрлі құрылымы берілген. Осы қолдардың қайсысы заттарды қысып ұстай алмайды? Себебін түсіндіріңдер. Роботтың қарапайым қолын құрастырамыз. Суретті ретімен орналастыру керек. Келесі тапсырмада елгезек роботының алгоритмін құр. Бұл жерде дайын алгоритмдер берілген. Осы алгоритмдерді ретімен орналастыр. Орташа мотордың 5 түрлі жұмыс режимін сәйкестендіреміз. Келесі тапсырма. Роботқа арналған программаны талда. Осындай программасы бар робот қандай қызмет атқарады? Алгоритм сөзбен сипаттап, блок схеманы құр. Балалар, келесі кезекте мына ребусты шешіңіздер. Ойланайық. 4-ші суреттегі тиісті беріліс қандай бөлшектерден тұрады? Орташа моторды пайдаланып, тағы қандай робот жобаларын құруға болады? Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабағымызды қорытындылайық. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.